Құрметті онлайн бейнедәріс қатысушылары, Қазақстан Халқы Ассамблеясының этномәдени бірлестіктер арасында жалпы азаматтық бірегейлікті қалыптастыру және қазақстандық патриотизмді дамытуға бағытталған жобалары тақырыбына арналған бейнедәрістерін бастаймыз. Бейнедәрісті Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдығы аясында ғылыми сарапшылық қауымдастықтың, Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің, Қазақстан Халқы Ассамблеясының, Орыс, Казак және Славян қауымдастығының қолдауымен Алматы облыстық орыс орталығы дайындады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді нығайтуға бағытталған жобаларының қатарында тұңғыш президент жолымен халықтық экспедиция жалпыұлттық жобасы айрықша маңызды. Жобаның мақсаты тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанның негізін салу және құрудағы ерен еңбегін қоғамдық санада бекітуге, барлық этностарды мемлекеттік құрылыстың жаңа кезеңінде экономикалық және әлеуметтік реформаларды іске асыруға тартуға бағытталған. Ассамблеяның келесі жобасы Қазақстан халқы интерактивті картасы, қазақ халқының, сондай-ақ қазақ жеріндегі түрлі этностардың тарихы мен мәдениетін көрсетуден басталады. 3 жылдан бері іске асырылып келе жатқан ауқымды жоба Қазақтану жобасы достық пен татулықты дәріптеудің, қайырымдылықты дамытудың негізгі құралына айналды. Қазақстандар қазақ халқының салт-дәстүрлерімен, әдет-ғұрпымен, құндылықтарымен тереңірек таныса алады. Ассамблеяның 1000 бала жобасы түрлі этностардың өкілдеріне қазақ тілін үйретуге, Қазақстан халқының тілін, мәдениетін, әдет-ғұрпын тану арқылы қазақстандық бірегейлікті дамытуға бағытталған. Қазақстан халқы ассамблеясы қызметінің әр алуандықтағы бірлік стратегиялық қағидатын іске асыру және Қазақстан этностарының тарихы мен мәдениеті бойынша студенттердің білімін нығайтуға бағытталған халықтану жобасы әзірленді. Жобалардың негізіне алынған материалдардың басым бөлігін іргелі зерттеулер мен архивтік басылымдар құрайды. Бұл тарихнама мен архивтік құжатнаманы этностардың мұрағаттарынан, оның ішінде жеке архивтерден жаңа материалдармен толықтыруға мүмкіндік берді. Жобаны жүзеге асыруға этномәдени бірлестіктер және Қазақстан халқы ассамблеясының кафедралары үлкен үлес қосты. Бейнедәріспен толығырақ саясаттану магистрі Айсана Қахырман таныстыратын болады. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Бүгінгі бейнедәрістің атауы Қазақстан халқы ассамблеясының қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді нығайтуға бағытталған жобаларының екінші бөлімі. Қазақстан халқы ассамблеясының тұңғыш президент жолымен халықтық экспедиция жалпыұлттық жобасы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанның негізін салу және құрудағы ерен еңбегін қоғамдық санаға бекітуге, елбасының бағдарламалық тұжырымдамалары негізінде бірлік пен келісімнің жалпыұлттық біріктіруші құндылықтарын нығайтуға, сондай-ақ елбасының стратегиялық бағытының сабақтастығын қамтамасыз етудің әлеуметтік базасы негізінде барлық этностарды мемлекеттік құрылыстың жаңа кезеңінде экономикалық және әлеуметтік реформаларды іске асыруға тартуға бағытталған. Жобаның мақсаты Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығы аясында халықтың, әсіресе жастардың арасында бейбітшілік пен бірлік саясатын кеңінен насихаттау мақсатында тұңғыш президент елбасы Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін нығайту және дамыту бойынша ақпараттық насихаттық, қоғамдық саяси, ғылыми ағартушылық, мәдени бұқаралық іс-шаралар циклін ұйымдастыру. Жобаның негізгі міндеттері елбасының жалпыға ортақ еңбек қоғамы, мәңгілік ел, тәуелсіздік толғауы, Ұлытау етегіндегі ой толғау, тәуелсіздік дәуірі, ұлы даланың 7 қыры, рухани жаңғыру бағдарламалық тұжырымдамалары негізінде бірлік пен келісімнің жалпыұлттық біріктіруші құндылықтарын жаппай қоғамдық санада нығайту. Аталған жұмысқа этномәдени бірлестіктер активін, Қазақстан халқы ассамблеясы құрылымдарының өкілдерін, ғылыми және шығармашыл зиялы қауымды, жастарды, бұқаралық ақпарат құралдарын өкілдерін, әсіресе өңірлік деңгейде кеңінен тарту, баспа және электрондық бұқаралық ақпарат құралдарын, интернет ресурстарда, әлеуметтік желілерде халықтық экспедицияның материалдарын дайындау және тираждау, татулық пен келісім саясатын насихаттау,
ел бірлігін нығайту жөніндегі ғылыми, мәдени және өзгеде бұқаралық іс-шаралар ұйымдастыру, халықтық экспедицияның өңірлік және республикалық деңгейлердегі жұмысын қорытындылау. Бұл жобалардан күтілетін нәтижелер тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанның негізін салумен құрудағы ерен еңбегін қоғамдық санада бекіту, тұңғыш президент жолымен халықтық экспедиция күнделігін әзірлеу және басып шығару, елбасының бағдарламалық тұжырымдамалары негізінде жалпы ұлттық біріктіруші құндылықтарды бұқаралық санаға орнықтыру және оларды қазіргі кезеңде көпшілікке кеңінен тарату, мемлекеттік құрылыстың жаңа кезеңінде қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті нығайту, халықтың қалың бұқарасын елдегі қайта құру процестеріне белсенді қатысуға ынталандыру, әлеуметтік экономикалық және саяси реформалардың әлеуметтік базасын кеңейту. Қазақстан Республикасы президентінің архивімен бірлесе МИЦВА 10 жылдан бері іске асырып келе жатқан история, память, люди жобасы, эвакуация және босқындар мәселелері жалпы тарих тақырыбы бағыттарының бірі ретінде отандық тарихнама зерттейтін мәселелердің ажырамас бөлігіне айналды. Ұлы Отан соғысы жылдарында адамдарды, өнеркәсіптік кәсіпорындарды, мәдениет мекемелерін, шығармашыл және ғылыми зиялы қауымды Қазақстанға көшіруге байланысты тарихи зердеге арналған 10 халықаралық конференция өтті. Соғыс жылдарында тұрғылықты жерін өзгертуге мәжбүр болған халықтың өмір тарихы, зорлық-зомбылықтан аман қалған еврейлердің тағдыры туралы материалдар жинағы, эвакуацияланған тұрғындар туралы ақпаратты сақтау жобасы, Ұлы Отан соғысының қан майданында қаза тапқан миллиондаған замандастардың есімдерін мәңгі есте сақтауға арналған естелік кітаптарына немесе 1930-50 жылдардағы Қазақстанда саяси қуғын-сүргінге ұшыраған адамдардың тізімін жариялаған азалы кітаптарға ұқсас электронды деректер базасын құру болып табылады. Және бұл ұрпақтар арасындағы дәнекерге айналды. Қазақстан Халқы Ассамблеясының Ұлы Отан соғысы жылдарындағы халықтар достығы Майдан газеттері бетінде ғылыми зерттеу жобасы соғыс тақырыбына және соғысқа қатысқан қазақстандықтардың ерлігіне айналған. Отандық ғылымның түрлі бағыттарының ғалымдары Қазақстан Халқы Ассамблеясының тарихтан тағылым, өткенге тағзым жобасы аясында архив құжаттарын, музейлердің фактологиялық материалдарын 1941-45 жылдардағы әскери кезеңнің газеттері Казахстанская правда, Отан үшін, Майдан ақиқаты, Отан үшін ұрысқа және тағы басқалары зерттеді. Газет материалдарында қазақстандық жауынгерлердің Мәскеу мен Ленинградты қорғауға қатысып, Сталинград, Украина, Белоруссия жеріндегі және тағы басқа шайқастарда отан қорғау жолындағы ерен ерліктері баяндалды. Бұл жобаның ерекшелігі қазақстандық жауынгерлердің адресатына жетпеген хаттарын жариялау болып табылады. Олар қазақстандық майдангерлер мен тыл еңбеккерлері туралы табылған жаңа фактілердің қайнар көзіне айналды. Жас ұрпақ өткен ғасырдың қиын кезеңінде Қазақстан халқының қалай қалыптасқанын түсінуі керек. Дәл осы үшін Қазақстан халқы интерактивтік тарихи картасын жасауды ұсынамын. Электронды карта қазақ ұлтының ерекше мемлекет құру миссиясын ескере отырып, барлық ұлттың қазақ жерінде қалай біріккенін көрнекі түрде көрсетеді деп Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25-ші сессиясында атап өткен болатын. География институты мен ақпараттық және есептеу технологиялары институтының қолдауымен дайындалған интерактивті карта 3 тілде орындалған және Қазақстанның көпэтносты халқының қалыптасуы туралы құнды тарихи материалдар жинақтаған. Геоақпараттық технологияларды қолдана отырып, ұлттық сана мен тарихи зердені қалыптастыратын мультимедиалық қосымшамен әзірленген бірегей жоба. Заманауи ақпараттық технологиялар арқылы дайындалған Қазақстан халқы ғылыми тарихи интерактивті картасы қазақ халқының генезисін, сондай-ақ қазақ жеріне қоныс аударған этностардың тарихы мен мәдениетін көрсетуден басталады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 26-ші сессиясында тұңғыш президент елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының жаңа жобасы Қазақтану мәдени ағартушылық жобасын іске асыру идеясын ұсынды. Жаңа жобалар жаңа мазмұнға толы. Ұлы жібек жолы кеңістігі көптеген ғасырлардан бері түрлі этностарды шоғырландырып, заманауи мемлекеттердің бірігуіне ықпал етті. Ал тарихи мұраны ұғыну, заманауи жаһандық және интеграциялық процестерді терең түсінуге мүмкіндік береді. Жоба іске асырылып келе жатқан 3 жылда экспедициялардың бірегей материалдарын жинақтауда, жастарға арналған оқыту жобаларын іске асыруда. Бұл идея достық пен татулықты дәріптеудің, қайырымдылықты дамытудың және толеранттылықты нығайтудың негізгі құралына айналды. Бұл қазақстандық этностардың мәдениеттерін, қазақ халқының гуманистік дәстүрлері мен рухани құндылықтарын өзара байыту негізінде ұлттық сананы одан әрі жаңғырту үшін айрықша серпін берді. Жобаның нәтижелері көрсеткендей, қоғамдағы бірлік пен келісімді нығайтуда Қазақстан Халқы Ассамблеясы қызметінде қалыптасқан бірегей бағыт, ұлы дала кеңістігінде ежелгі заманнан бері тамырын тереңге тартқан этно-волонтерлік дәстүрі, оның біріктіруші бастауларын зерттеу маңызды рөл атқарады. Бұл бағыт тұрақты жұмыс істейтін республикалық лекторий ретінде қазақтану жобасына енгізілген. Қазақтану жобасы өзінің рухы мен мазмұны жағынан рухани жаңғыру идеясына сәйкес келеді. Жоба қазақ халқының мәдениетін, тарихын, философиясын насихаттауға бағытталған. Қазақстандықтар қазақ халқының салт дәстүрлерімен, әдет-ғұрыптарымен, құндылықтарымен тереңірек танысады. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедралары өңірлерде жастар үшін ғана емес, этномәдени бірлестіктер үшін де тартымды жаңа жобаларды жүзеге асыруда. Қазақтану жобасы достық пен татулықты айшықтаудың, қайырымдылықты дамыту мен толеранттылықты нығайтудың жаңа құралы болып табылады. Мың бала жобасы 2015 жылдан бастап жүзеге асырылуда. Жыл сайын жобаға қатысушылардың саны артып келеді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының мың бала мәдени ағартушылық жобасы балалар мен жастарды, түрлі этностардың өкілдерін қазақ тіліне оқытуға, Қазақстан халқының тілін, мәдениетін, әдет-ғұрпын тану арқылы қазақстандық бірегейлікті қалыптастыруға бағытталған. Қазақ тілін білу біздің азаматтық парызымыз ғана емес, халыққа деген құрметтің көрсеткіші, дейді елбасы. Жобаның басты мақсаты мектеп оқушылары мен түрлі этностардың жастары арасында ұлттық құндылықтарды мемлекеттік тіл арқылы ілгерілету, сондай-ақ қазақстандық бірегейліктің азаматтық қағидаттарын қалыптастыру болып табылады. Ағымдағы жылғы жобаның ерекшелігі қазақ тілінің латын графикасын одан әрі дамыту болды. Биылғы жылы жоба жеңімпаздары тіл мектебі авторлық бағдарламасы бойынша таңдалды. Ол әдіскерлер мен оқытушыларды, балаларды авторлық бағдарлама бойынша мемлекеттік тілге үйрететін оқытушыларды марапаттауды көздейді. Асыл сөз мектебі онда әртүрлі этностық топтардың балалары мен жастары қазақ дәстүріне сәйкес қарым-қатынас мәдениетін және түрлі коммуникативтік дағдыларды меңгеруге мүмкіндік алады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының мың бала республикалық мәдени ағартушылық жобасы және мемлекеттік тілді дамытуға бағытталған апталық тіл мектебі 2015 жылдан бастап іске асырылуда. 2019 жылғы ақпан-қараша аралығында өтетін жыл сайынғы мың бала жобасы аясында республика бойынша 6 іс-шара ұйымдастырылды. Біріншіден, түрлі этностардың балалары мен жастарын қазақ тіліне оқыту бойынша тіл мектебі авторлық бағдарламасын әзірлеу. Асыл сөз мектебі түрлі этностардың балалары мен жастары үшін шешендік өнер негіздеріне ықпал ететін және қарым-қатынас дағдыларын жетілдіретін коммуникативтік тренингтер мен тиімді курстар ұйымдастыру. Сенде бір кірпіш дүниеге конкурс эссе ұйымдастыру. Тиімді тілдік орта ойын алаңы. Қазақ тілін үйренумен қатар белсенді демалумен бірге өтетін ұлттық және спорттық ойындар, конкурстар мен викториналар ұйымдастыру. Әлеуметтік желілерде өзім туралы хэштегін пайдалана отырып,
әлеуметтік желілерде, оның ішінде Instagram, Facebook'та жарияланатын түрлі этностардың балалары мен жасөспірімдері арасында өзім туралы акция өткізу. Қазақстан халқының тілдері күні аясында латын графикасын қолдана отырып, барлық өңірлерде жалпы қазақстандық диктант өткізу. Жобаның негізгі мақсаты мемлекеттік тілді оқыту арқылы қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті одан әрі нығайту. Сонымен қатар латын графикасын ілгерілету. Облыстардың Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері жанындағы қоғамдық келісім мекемелерінің мәліметіне сәйкес, жыл бойы 2019 жылдың 15 ақпаннан 15 қарашасына дейін Қазақстанның барлық өңірлерінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының мемлекеттік тілді оқытуға бағытталған 1000 бала республикалық мәдени ағартушылық жобасы аясында 338 690 бала қатысқан. 24 870 іс-шара ұйымдастырылды. Нәтижесінде осы жылы жоба 73 472 баланы сапалы оқытуға және мемлекеттік тілді меңгеруге ықпал етті. 2015 жылы жоба алғаш рет басталған кезде мемлекеттік тілді 44 497 бала игерді. Қазіргі уақытта бұл көрсеткіш 2 есе артты. Осы жылы аталған жоба аясында 523 724 адам латын графикасы негізінде қазақ тілі бойынша ашық диктантқа қатысты. 2016 жылы 140 989 адам, 2018 жылы 395 549 адам қатысты. Биылғы жылғы жалпы қазақстандық ашық диктанттың ерекшелігі латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін пайдалану. Халықтану жобасы бойынша тоқталатын болсақ, қазақстандық бірегейлікті нығайту, Қазақстан Халқы Ассамблеясы қызметінің әр алуандықтағы бірлік стратегиялық қағидатын іске асыру және қоғамдық кеңістіктегі этникалық стереотиптерді жою мақсатында Қазақстан этностарының тарихы мен мәдениеті бойынша студенттердің білімін арттыруға бағытталған халықтану жобасы әзірленді. Аталған жоба бойынша 3 іс-шара блогын қамтитын жол картасы әзірленді. Мәдениет күндері және 2 лекторий. 3 тілде халықтану және 2 тілде Қазақстанның діндері мен этностары, тарих және қазіргі заман. Жол картасын іске асыру кезінде Солтүстік Қазақстан Халқы Ассамблеясының этномәдени бірлестіктерінің өкілдері және жоғарғы оқу орындарының оқытушылары, қызметкерлері мен студенттері қатарынан этностық топтардың өкілдері тартылды. Жоба Қозыбаев атындағы СКМУ-де мәдениет күндерін өткізу бойынша аталып өтті. Қазақ мәдениеті күндері 2019 жылғы қыркүйекте басталды. Жалпы алғанда қазақ мәдениетінің күндері дәрістер өткізумен шектелді. Оларға сыртқы сарапшылар қатысқан жоқ және қазақтың ұлттық тағамдары көрсетілген жоқ. Неміс мәдениеті күндері 2019 жылдың қазан айында өтті. Неміс мәдениеті күндері жоғары ғылыми және ұйымдастырушылық деңгейде өткізілді. Оның аясында сарапшылардың қатысуымен өткен дәрістерден басқа халықтық дәстүрлер мен ұлттық тағамдар көрсетілген ашық сахна, Қазақстан ғалымдарының қатысуымен республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізілді. Ғылыми-практикалық конференцияны өткізу мүмкіндігі Қозыбаев атындағы СКМУ базасында рухани жаңғыру Қазақстандық қоғамдық даму институты КЕАК желісі бойынша ұлттық жоба аясында ұйымдастырылды және Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасының бастамасымен Қазақстан этностары халықтың тарихи-мәдени мұрасына қосқан үлесі атты республикалық дөңгелек үстел өткізілді. Үнді мәдениеті күндері 2019 жылғы қараша айында өтті. Жалпы үнді мәдениеті күндері үнді елі студенттерінің мәдениет күндері аясында барлық іс-шараларды өткізуге деген жоғары қызығушылығымен және қатысушылардың белсенділігімен ерекшеленді. Сонымен қатар, студенттер халықтану дәрістері курсының сарапшылары ретінде сөз сөйледі. Үнді мәдениеті күндерінің ерекшелігі ретінде іс-шаралар 3 тілде өткенін атап өтуге болады. Армян мәдениеті күндері 2019 жылғы желтоқсан айында өтті. Армян мәдениеті күндерін өткізу
Кентрон Солтүстік Қазақстан армян мәдени орталығы төрағасының орынбасары Малхасянның және студенттердің халықтану курсының дәрістеріне сарапшылар ретінде қатысуын нақты ұйымдастырумен ерекшеленді. Армян мәдениеті күндерін өткізудің ерекшелігі армян ұлтының студенттерін іс-шараны ұйымдастыруға тарту болды. Татар мәдениеті күндері 2020 жылғы қаңтар айында өтті. Татар мәдениеті күндерін өткізу татар халқы туралы дәрістермен шектелді. Оған Солтүстік Қазақстан облыстық Дуслык татар башқұрт қоғамдық орталығы төрағасының орынбасары Куспанова қатысты. Татар халық ойындарын, ұлттық тағамдармен, халық әндерімен, билерін өткізу үшін ашық сахна қойылды. Орыс мәдениеті күндері 2020 жылғы ақпан айында өтті. Жалпы орыс мәдениеті күндерін өткізу ауқымды түрлі бағдарламалармен, жоғары мазмұнды ұйымдастырушылық деңгеймен, қатысушыларды кең қамтуымен студенттік клубтың іс-шараларға қатысқан университет студенттеріне орыс халық киімдерін ұсынып, қолдау көрсетумен ерекшеленді. Орыс мәдениеті күндері ұрпақтар сабақтастығының көрінісі ретінде ұсынылған вокалдық және хореографиялық ұжымдардың өнерін атап өтуге болады. Украин мәдениет күндері болса, 2020 жылғы наурыз айында атап өтілді. Жалпы Украин мәдениетінің күндері Украинаның Қазақстан Республикасындағы елшілігі өкілдерінің Ресей шекара маңындағы Украин этномәдени орталықтары басшыларының қатысуымен, Украин ғалымдарының және Киев қаласындағы қазақ этномәдени орталықтары басшыларының онлайн режимінде қатысуымен ерекшеленді. Украин мәдениеті күндерін ұйымдастыруға және өткізуге Қозыбаев атындағы СКМУ Украин студенттері тартылды. Украин мәдениеті күндерін ұйымдастыруға және өткізуге СКО Жұмабаев ауданы, Лебяжі ауылы, полиция этномәдени орталығының төрағасы Иваненко айтарлықтай көмек көрсетті. Іс-шара өте жоғары халықаралық деңгейге сай ұйымдастырылды. Поляк мәдениеті күндері 2020 жылғы сәуірге белгіленген. Поляк мәдениеті күндерін өткізу кезінде онлайн режимінде дәрістер мен дөңгелек үстелдер өткізілді. Поляк ұлттық тағамдары ұсынылды. Қазақстан Республикасында карантиндік шаралардың енгізілуіне және студенттердің қашықтан оқытуға ауыстыруына байланысты жоспарланған ашық сахна мен шеберлік сағаттарын өткізу мүмкіндігі болмады. Алайда дәрістер мен кітаптардың тұсаукесерлері Солтүстік Қазақстан облыстық Коперник мәдени орталығы төрағасының орынбасары Корневаның қатысуымен жоғары мазмұнды өтті. Әзербайжан мәдениеті күндері 2020 жылғы мамыр айына бекітілген. Жалпы алғанда Әзербайжан мәдениеті күндерін өткізу Солтүстік Қазақстан облыстық Әзербайжан орталығының төрағасы Курабановтың қатысуымен лекториялар өткізумен шектелді. Ол студенттерге Әзербайжан мәдени орталығының жұмысы туралы ақпарат берді. Осымен бейне дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.